Сәлеметсіздер ме? Мен Алматы облысы Алакөл ауданы Шарал қазақ гимназиясының бастауыш сынып мұғалімі Оқапова Айсұлу Жеңісқызы. Математика пәні 4-ші сынып. Балалар, бүгінгі біздің өтетін тақырыбымыз есептерді шығарудың тиімді тәсілдері. Сабағымыздың мақсаты 3-4 амалмен орындалатын есептерді әртүрлі тәсілмен шығару және тиімді тәсілді анықтауды үйренеміз. Оқулығымыздағы бірінші тапсырмаға қарайық. Тіктөртбұрыштың ауданын есептеп табуымыз керек. Біз тіктөртбұрыштың ауданын көбейтудің ауыстырымдылық қасиеті арқылы анықтайық. Тіктөртбұрыштың ұзындығы 8 см, ені 3 см. Яғни 8-ді 3-ке көбейтсек 24, 3-ті 8-ге көбейтсек де 24. Олай болса тіктөртбұрыштың ауданы балалар қаншаға тең екен? 24 квадрат сантиметрге тең екен. Қазір жазып тексерейік. Жауапты тексерейік, балалар. Жақсы, тапсырмамыз дұрыс орындалған екен. Үлкен тіктөртбұрыштың ауданын көбейтудің үлестірімділік қасиеті арқылы орындап көрейік, балалар. Көк тіктөртбұрыштың ұзындығы 5 см, жасыл тіктөртбұрыштың ұзындығы 3 см, ені 2 см. 5-ке 3-ті қоссақ 8, 8-ді 2-ге көбейтсек 16 см. 16 квадрат сантиметр екен. Тіктөртбұрыштың ауданы 16 квадрат сантиметрге тең екен. Қане енді тексеріп көрейік. Жауапты тексереміз. Бұл тапсырмаларды балалар Алматы кітап баспасының Опик KZ платформасындағы электронды оқулықтан орындап отырмыз. Қораптың көлемін біз көбейтудің терімділік қасиеті арқылы орындап көрейік. А тең 8 см, Б тең 4 см, С тең 6 см. Аға Б-ны көбейтіп, сосын 6-ға көбейтуге болады. Немесе Аға Б мен С-ның көбейтісін көбейтуімізге болады екен. Олай болса 8-ді 4-ке көбейтсек 32, 32-ні 6-ға көбейтсек 192. Жауапты жазамын. Жауапты тексерейік, балалар. Дұрыс, жауабымыз дұрыс екен, балалар. Келесі тапсырма. Бір қожайында 23 қой бар, ал екіншісінде одан 7 қой артық. Екеуінде барлығы қанша қой бар деген тапсырма бар, балалар. Біз осы тапсырмаларды есептің әртүрлі тәсілімен шығарып көрейік. Бірінші тәсілі 23 қосу 7 тең 30 қой. Бұл балалар екінші қожайында осынша қой бар дегенді білдіреді. Бірінші қожайында 23 болды, екінші қожайында 30 болды. Тең 53. Жауабы екі қожайында барлығы осынша қой бар. Екінші тәсіл 23-ке 23-ті қосамыз 46 қой. Егер бірінші қожайында қанша қой бар болса, екіншісінде де сонша қой болатын болса, екеуінде бірге осынша қой болар еді. Екінші 46-ға 7-ні қосамыз 53 қой. Шын мәнінде екі қожайында осынша қой болған. Келесі балалар, үшінші тәсілін былай шығарайық. 23-ті 2-ке көбейтейік, 46 қой. Егер бірінші қожайында қанша қой бар болса, екіншісінде де сонша қой болатын болса, екеуінде де бірге осынша қой болар еді. Енді 46-ға 7-ні қосамыз 53 қой. Шын мәнінде екі қожайында осынша қой болған екен. Біз осы есепті 3 тәсілмен шығардық. Жақсы, балалар, түсінікті болар сендерге. Келесі тапсырмаға назар аудара қойыңдар, балалар. Оқулығымыздағы 54-ші беттегі екінші тапсырма. Есепті әртүрлі тәсілмен шығар. Берілгені, оқушылар сарайындағы ғарышты зерттеу үйірмесіне 30 қыз бен 40 ұл қатысады. Олар топтарға бөлінді. Әрбір топта 10 баладан бар.
үйірмеде барлығы неше топ бар? Бұл тапсырманың дескрипторы есепті әртүрлі тәсілмен шығар, олардың қайсысы тиімдірек екенін айт. Жақсы балалар, тапсырманы орындай қойыңдар. Жақсы балалар, есебіміздің шарты қыз 30, ұл 40. 10 баладан топқа бөлінді, барлығы қанша топ бар? Шешуі бірінші тәсілде 30-ды 10-ға бөлсек 3 болады. Солай шығарындар ма балалар? Яғни 30 қызды 10 баладан бөлсек 3 топ шықты. 40 ұлды 10 баладан топқа бөлсек 4 топ. 3-ке 4-ті қоссақ 7 болды. Екінші тәсілінде балалар 30-ға 40-ты қосып алып, барлық балалардың санын тауып алып, 10-ға бөлсек 7 шықты. Балалар, біздің сабағымыздың мақсаты есептерді әртүрлі тәсілмен шығару болған. Біз міне әртүрлі тәсілмен шығарып жатырмыз. Енді осы жерде тиімді тәсілді табу керек. Қайсысы тиімді деп ойлайсыңдар балалар? Дұрыс айтасыңдар балалар. Екінші тәсіліміз тиімдірек екен. 30-ға 40-ты қосып алып, 10-ға бөлсек 7 шығады. Яғни бұл жерде екінші тәсіл тиімді. Жауабын жаза қойыңдар. Үйірмеде барлығы 7 топ бар. Жарайсыңдар балалар. Бұл тапсырманда жақсы орындадық. Балалар, енді сендерге бір шағын тест ұсынғалы отырмын. Дәптерлеріңді ашып, бірінші дейсіздерде дұрыс жауабын ғана жазасыздар. Бірінші сұрақ: көбейтудің қандай қасиеті жазылған? А қосу Б жақшаның ішінде көбейту С тең А көбейту С қосу Б көбейту С. А көбейтудің ауыстырымдылық қасиеті, В көбейтудің үлестірімділік қасиеті, С көбейтудің терімділік қасиеті. Дұрыс жауапты ғана жаза қойыңдар. Екінші тапсырма: тиімді тәсілмен жазылған қатарды көрсет. А 20 көбейту 94 көбейту 5. В 5 көбейту 94 көбейту 5. С 20 көбейту 5 көбейту 94. Белгілей қойыңыздар. Белгілесек, жауапты тексерейік. Міне балалар, бірдікі В екен, екінікі С екен. Қане өзімізді тексерейік. Жақсы балалар. Сонымен балалар, сабағымыздың мақсатын есімізге түсірсек, бүгін біз 3-4 амалмен орындалатын есептерді әртүрлі тәсілмен шығара алдық, және тиімді тәсілді анықтауды үйрендік. Жақсы балалар, жарайсыңдар. Бүгін сабаққа жақсы қатыстыңдар деп ойлаймын. Олай болса балалар, үйге тапсырмала қойыңдар. Үйге тапсырма оқулығымыздың 56-шы бетіндегі номер 10-шы тапсырма. Ол тапсырманың дескрипторы мынандай: есепті әртүрлі тәсілмен шығарасыңдар, олардың қайсысы тиімдірек екенін айтасыңдар. Жақсы балалар, бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.